Сәлем құрметті оқырман. Жаңа туылған балалардың көздері қай кезде көре бастайды? Балалар таң қаларлық дамыған сезімдермен дүниеге келеді. Өмірге келген сәтінде жаңа туылған сәбидің көру қабілеті әлі толық қалыптаса қоймағанмен, бірақ әлемдегі ең маңызды нәрсені өзін қолына ұстап көтерген анасын көре алады. Міне ғажап. Сәби өмірінің алғашқы айларында сіз ұсақ моториканың дамуымен бірге оның көру қабілеттері де жақсара түсетінін байқайтын боларсыз. Көзқарастың ұзақтығы, қозғалыста қадағалау және түсті қабылдау. Көру қабілеті дамыған сайын меланин пигментіне орай көздің түсі де өзгере түсуі мүмкін. Меланин пигменті тері мен шаш түсіне де әсер етеді. Көздері қара қой көзді немесе күңгірт жасыл көздер құрамының жоғары екенін білдіреді. Көздердің түсі енді өзгермеуі де мүмкін, алайда өзгеруі де мүмкін. Егер көз мөлдір, көгілдір немесе мөлдір сұр болса, демек меланиннің аз болғаны. Көздің түсі меланин мөлшерінің көп өндірілуіне орай өзгере түсуі мүмкін. Сәби көзінің түсі өмірдің түрлі кезеңдерінде құбыла түсуі мүмкін. Алғашқы бірнеше айда, жылда немесе 2 жылда құбылуы мүмкін. Бұл қашан болатын болжау қиын. Сондықтан өзгерістердің алғашқы белгілерінің пайда болуын бақылау одан сайын қызық болып түседі. Кішкентайлар қай кезден бастап көре бастайды? Кішкентайлар қай қашықтан көре алады? Жаңа туған сәбидің көру қабілеті өте шектеулі. Көру қабілеті 20-30 см. Қашықтықта тұрған затқа қанша шоғырлана алады? Мысалы, сіз сәбиді қолыңызға көтере тұрғанда немесе кереует жиегінде тұрғанда көзқарасын сіздің бетіңізге шоғырландырады. Сантиметрден алыстағы заттарды балақай айқын ажырата алмайды. Алайда оның көру диапазонындағы заттарды ол мұқият қарап зерттейді. Бастапқыда сәби сіздің жүзіңізге қарайды. Оның көзқарасы әлдебір бөлшекке, мысалы, сіздің көзіңізге шоғырланады, бірақ көп ұзамай ол көзқарасымен сіздің жүзіңізді толық қамти алады деген сөз. Көру диапазоны біртіндеп кеңейе түседі. 3 айға толар шағында сәби бөлменің ортасында тұрған кезеңіңізде сізді көре алады. Тіпті сізге қарап күлімдеуі де мүмкін. Мүмкін ол тым жақын тұрған заттарға, мысалға, ойыншыққа назар аударуға тырысады. Біртіндеп сәбидің көру ұзақтығы ұлғая түседі. 4 айлығында терезеден көріністер көріп, қабырғадағы картиналар мен әшекейлер қызықтыра бастайды. Ал 7 айлығында көру қабілеті түпкілікті қалыптасады. Жаңа туған сәбилердің дамуының тағы бір кезеңі бұл қозғалатын затты қадағалау мүмкіндігі. Бұл әлеммен танысудың және кеңістікті қауіпсіз қозғалудың негізгі дағдысы. Сәби өскен соң, атап айтқанда, осы икемділігі машиналардың қайда қозғалып бара жатқанын анықтауға және жолдан арғы бетке өтуіне көмектеседі. Сіз байқасаңыз, туылған кезде бала сылдырмақты көрмейді, тіпті сылдырмақ көз алдында тұрса да байқамайды. Алайда 2 ай өткен соң ол сылдырмақты көре алады, тіпті ойыншықтың қимылын қадағалай алады. 5 айлық болған кезінде балақай біраз тәжірибе жинап, жақындап келе жатқан және алыстап бара жатқан заттарды көре алады. Оның бойында кеңістік тереңдігін қабылдау сезімі дамиды. Сәби шамамен 3 айға толғанда ол көз алдында тұрған заттарды қолмен ұстап көрмек болады, бірақ көбіне тигізе алмайды. Көзқарасты қол қимылмен үйлестіру үшін жасалған алғашқы әрекеттер сәби мен ананың көңілін көтереді. Уақыт өте келе оның ұсақ моторикасы, сондай-ақ заттарды қадағалау және оларды ұстап алу қабілеті жақсара түседі. 3-4 жасында сәби сіздің оған қарай лақтырған добыңызды ұстап алатын болады. Жаңа туған сәбилер әлемді көбіне қара ала түсті көретін анықталған. Істің мәнісі мынада: кішкентай адам дүниеге келгенде түске жауап беретін көздің тор қабындағы жасушалар толық дамиды. Жаңа туылған сәбилер түстері қашан ажырата бастайды? Шамамен 1 айлығында балалар бояудың ашықтықты мен қарқындылығына мән береді. 3 айлығында сәби қызыл түсті қоса алғанда бірнеше негізгі түсті көре бастайды. Түсті түпкілікті қабылдауы 4 айында қалыптасады.
Бұл кезде де сәби көптеген түстерді, тіпті түс реңктерін ажырата алады. Сонымен жаңа туылған сәбилер нені көре алады? Сәбидің түспен өрнектерге қалай мен беретіндігін бақылап көріңіз. Мысалы, сәбидің кереует үстіндегі мобильге қарап тұрғанын назар аударыңыз. Сіз алғашқы айда сәбидің қарапайым қара ала өріктерге, кең жолақтарға немесе кереғар гүлдер салынған суреттерге қарауына мән беріңіз. Сәби 3 жасқа толғанда оны бір қалыпты сызықтары бар өрнектер немесе шаштарынды шеңберлер қызықтыра бастайды. Ай өткен сайын сәби жаңа нәрселерді үйренеді. Онымен бірге ата-анасы да оның жаңа дағдылары мен жетістіктеріне қуанады. Егер сізге өз сәбиіңіз өскен сайын не болатыны қызық болса, сәбидің 4 айдан 9 айға дейін даму кезеңдері туралы оқып шығыңыз. Егер сізде баланың көру қабілетімен байланысты сұрақтар мен қауіптер пайда болса, міндетті түрде дәрігерге көріңіз. Сәлем, құрметті оқырман. Жаңа туылған балалардың көздері қай кезде көре бастайды? Балалар таң қаларлық дамыған сезімдермен дүниеге келеді. Өмірге келген сәтінде жаңа туылған сәбидің көру қабілеті әлі толық қалыптаса қоймағанмен, бірақ әлемдегі ең маңызды нәрсені өзін қолына ұстап көтерген анасын көре алады. Міне ғажап. Сәби өмірінің алғашқы айларында сіз ұсақ моториканың дамуымен бірге оның көру қабілеттері де жақсара түсетінін байқайтын боларсыз. Көзқарастың ұзақтығы, қозғалыста қадағалау және түсті қабылдау. Көру қабілеті дамыған сайын меланин пигментіне орай көздің түсі де өзгере түсуі мүмкін. Меланин пигменті тері мен шаш түсіне де әсер етеді. Көздері қара қой көзді немесе күңгірт жасыл көздер құрамының жоғары екенін білдіреді. Көздердің түсі енді өзгермеуі де мүмкін, алайда өзгеруі де мүмкін. Егер көз мөлдір, көгілдір немесе мөлдір сұр болса, демек меланиннің аз болғаны. Көздің түсі меланин мөлшерінің көп өндірілуіне орай өзгере түсуі мүмкін. Сәби көзінің түсі өмірдің түрлі кезеңдерінде құбыла түсуі мүмкін. Алғашқы бірнеше айда, жылда немесе 2 жылда құбылуы мүмкін. Бұл қашан болатын болжау қиын. Сондықтан өзгерістердің алғашқы белгілерінің пайда болуын бақылау одан сайын қызық болып түседі. Кішкентайлар қай кезден бастап көре бастайды? Кішкентайлар қай қашықтан көре алады? Жаңа туған сәбидің көру қабілеті өте шектеулі. Көру қабілеті 20-30 см. Қашықтықта тұрған затқа қанша шоғырлана алады? Мысалы, сіз сәбиді қолыңызға көтере тұрғанда немесе кереует жиегінде тұрғанда көзқарасын сіздің бетіңізге шоғырландырады. Сантиметрден алыстағы заттарды балақай айқын ажырата алмайды. Алайда оның көру диапазонындағы заттарды ол мұқият қарап зерттейді. Бастапқыда сәби сіздің жүзіңізге қарайды. Оның көзқарасы әлдебір бөлшекке, мысалы, сіздің көзіңізге шоғырланады, бірақ көп ұзамай ол көзқарасымен сіздің жүзіңізді толық қамти алады деген сөз. Көру диапазоны біртіндеп кеңейе түседі. 3 айға толар шағында сәби бөлменің ортасында тұрған кезеңіңізде сізді көре алады. Тіпті сізге қарап күлімдеуі де мүмкін. Мүмкін ол тым жақын тұрған заттарға, мысалға, ойыншыққа назар аударуға тырысады. Біртіндеп сәбидің көру ұзақтығы ұлғая түседі. 4 айлығында терезеден көріністер көріп, қабырғадағы картиналар мен әшекейлер қызықтыра бастайды. Ал 7 айлығында көру қабілеті түпкілікті қалыптасады. Жаңа туған сәбилердің дамуының тағы бір кезеңі бұл қозғалатын затты қадағалау мүмкіндігі. Бұл әлеммен танысудың және кеңістікті қауіпсіз қозғалудың негізгі дағдысы. Сәби өскен соң, атап айтқанда, осы икемділігі машиналардың қайда қозғалып бара жатқанын анықтауға және жолдан арғы бетке өтуіне көмектеседі. Сіз байқасаңыз, туылған кезде бала сылдырмақты көрмейді, тіпті сылдырмақ көз алдында тұрса да байқамайды. Алайда 2 ай өткен соң ол сылдырмақты көре алады, тіпті ойыншықтың қимылын қадағалай алады. 5 айлық болған кезінде балақай біраз тәжірибе жинап, жақындап келе жатқан және алыстап бара жатқан заттарды көре алады. Оның бойында кеңістік тереңдігін қабылдау сезімі дамиды. Сәби шамамен 3 айға толғанда ол көз алдында тұрған заттарды қолмен ұстап көрмек болады, бірақ көбіне
тигізе алмайды. Көзқарасты қол қимылмен үйлестіру үшін жасалған алғашқы әрекеттер сәби мен ананың көңілін көтереді. Уақыт өте келе оның ұсақ моторикасы, сондай-ақ заттарды қадағалау және оларды ұстап алу қабілеті жақсара түседі. 3-4 жасында сәби сіздің оған қарай лақтырған добыңызды ұстап алатын болады. Жаңа туған сәбилер әлемді көбіне қара ала түсті көретін анықталған. Істің мәнісі мынада: кішкентай адам дүниеге келгенде түске жауап беретін көздің тор қабындағы жасушалар толық дамиды. Жаңа туылған сәбилер түстері қашан ажырата бастайды? Шамамен 1 айлығында балалар бояудың ашықтықты мен қарқындылығына мән береді. 3 айлығында сәби қызыл түсті қоса алғанда бірнеше негізгі түсті көре бастайды. Түсті түпкілікті қабылдауы 4 айында қалыптасады. Бұл кезде де сәби көптеген түстерді, тіпті түс реңктерін ажырата алады. Сонымен жаңа туылған сәбилер нені көре алады? Сәбидің түспен өрнектерге қалай мән беретіндігін бақылап көріңіз. Мысалы, сәбидің кереует үстіндегі мобильге қарап тұрғанын назар аударыңыз. Сіз алғашқы айда сәбидің қарапайым қара ала өріктерге, кең жолақтарға немесе кереғар гүлдер салынған суреттерге қарауына мән беріңіз. Сәби 3 жасқа толғанда оны бір қалыпты сызықтары бар өрнектер немесе шаштарында шеңберлер қызықтыра бастайды. Ай өткен сайын сәби жаңа нәрселерді үйренеді. Онымен бірге ата-анасы да оның жаңа дағдылары мен жетістіктеріне қуанады. Егер сізге өз сәбиіңіз өскен сайын не болатыны қызық болса, сәбидің 4 айдан 9 айға дейін даму кезеңдері туралы оқып шығыңыз. Егер сізде баланың көру қабілетімен байланысты сұрақтар мен қауіптер пайда болса, міндетті түрде дәрігерге көріңіз.